Синнабонның оригинал рецептін қабыл алыңыздар. Осыған дейін қаншама рецепттермен жасап көрдім. Дәл бұндай керемет болып шықпайды. Ең алдымен апара дайындап аламыз. Жылы суымызға қант, дрожжи және 2 ас қасық ұн қосып, араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Кейін дайын болған апараның үстіне тұз, сары май, жұмыртқа және жылы сүтімізді қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Иленген қамырдың бетін жауып, 1 сағатқа қалдырамыз. Көтерілген қамырды қолмен жайып, үстіне еріген майды жағып шығамыз. Содан соң қант пен корицаны ыдысқа салып араластырып, қамырдың бетіне 1 келкі сеуіп шығамыз. Рулет тәрізді орап, бірнеше бөлікке бөліп, противенге салып, бетін орамалмен жауып 10 минутқа қалдырамыз. Осы кезде духовканы қыздырып дайындап аламыз. Көтерілген синнабондарды 180 градуста қызып тұрған пешімізге 20-30 минутқа салып аламыз. Өздеріңіздің пештеріңізге байланысты болады. Осымен біздің синнабондарымыз дайын. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Жадыра.